молодец. Төрт бес күн стористе жоқ болып кеттім. Неге десеңіздер, біраз өзгерістер болды. Демалдым бір жағынан отношениеде де өзгерістер болды. Скоро барлығын айтатын боламын. Или бүгін қазір Эмирдің садигіне келдім. Собеседованияға шақырған болатын. Мен негізі садик таңдаған кезде мүлде қателеспеппін. Апайлар да күшті, вежливый прям. И видеоларын да жіберіп отырады. Ішінде полный камералар бар, жағдай прям күшті жасалған. И тамақтары да күшті. Қазір негізі алып кетуге ерте, бірақ сөйлесіп болғаннан кейін Эмирді алып кетейін деп жатырмын. Өйткені папасы бүгін көрем дейді. Мен қазір алып кетейін деп жатырмын. Қаладан келе жатырмын ғой. Эмирді алып қазір қайтамын. Ойыншықтар алдым, чупа-чупс алдым Эмирге. Қуанып қалатын болды. Қой тіпті ұқсамайды. Қайырлы таң, қалайсыздар? Қайырлы таң, қайырлы обед. Обедіміз, таңымыз бәрі бір болып жатыр. Біздің кеше тамақ алып келдік. Бірақ көп ыдысымыз жоқ. Тез-тез жұмыстарына асып шығайын отырмыз. Оларға тамақ беріп, қазір ыдыс кешке алдырамыз. Сол менің жүктерім бәрі Ақтауда ғой әлі. Көбісін алдырған жоқпыз. Енді пока штоға болады енді. Жоқтан бар жасаймыз, я? Самое главное, мы счастливы деп отырып қой, я? Ас болсын. Кстати, 1 сентября мектепке баруларыңмен ұмытып кетпін ғой. Бүгін алғашқы қоңырау барлықтарыңызға құтты болсын. Мектепке баруларыңмен ұмытып кетпін ғой. Бүгін алғашқы қоңырау барлықтарыңызға құтты болсын. Бұйыртса ертең дочамыз бен баламыз мектепке барады. Дочам бірінші классқа барады. Оны қылыштай киімдерін дейміз. Кішке киімдерін үтіктеп дайындаймыз. Қызым бірінші классқа барады. Құтты болсын қадамың қызым. Ал балам 4-ші класс. Да? Жандар бас болсын. Ай-ай, қарамай, сызылып қараңай. В общем, мы вышли. Үйден шығып болмайтынымыз жаман. Енді ертең 1 сентябрьден бастап уже, 1 сентябрь ертеңнен бастап уже ерте тұрамыз. Ерте шаруаларды бітіріп үйренеміз. Біз қылыш болып тұрмыз. Ертеңнен бастап ерте тұрамыз енді балдарды сабаққа барамыз. Сондай қамқоршы күйеу тек менде ма, кімде? Очки кіріп киіп алады. Очкиін сыртып берейінші әкешті. Ана очкиге қарап неғып қозады ғой. Сыртын кеп тұрады ғой. Мен ана асығып киіп алған болып тұрмын ғой, мән бермеппіндер. Қылыш енді. Әйтеуір саған қылыш өзің сияқты адам тап болғанына рахмет айта бер. Да, достар, екеумізді Аллах тағала ұқсатып қойып қойған ғой. Менде өзіме жаман қараймын ғой. Үйге қарамасам да өзіме қараймын. Біреулер бар ғой, үйге қарайды да өзіне қарамайды. Біреулер бар, үйге қарайды, өзіне қарайды, үйге қарамайды. Біреулер екеуін де алып жүреді. Мен енді үйге қараймын деп айта алмаймын, бірақ енді такой емес енді. Қараймын үйге. Біледі ғой мен жанында қалай қарайтынды. Кейде өзінде жинап кетеді. Неге десеңде кішкене кезінде андай да жерде полда нан жатсағанда сыпырғың көп кетеді да, басып жүре алмаймын да. Бірақ бір кісіге намекать етіп қолмен теріп жүремін айтып. Все равно өтіп кетеді оған қарап. Істейді біз бірге жинағанда тұрған ештеңе жоқ қой. Мәселе сен жинап, мен жинап емес. Просто үй таза ұстаған өте приятно. Сенің уақытың болса мен жинаймын дейсің. Оған маған западлы емес, еркек басым олып қолым қалады, мен еркекпін деп ондай емес, намыстанбаймын ондай нәрсе. Мен өзім кішкентай кезімде ыдыс жуғанмын.
бәрін айтқанда үй жинаған кір жуып алған бәрін істеп алады. жатыр. Bir birimizni qiymay turib. Маған қарақ қой дейді ғой. Бойдағы өмір. Маған қарақ қой дейді да. Құтылғанымызға қуанып жатырық. Барса ауылға Байқап жүрмін де бірінші сезонда. Хорошо. Пока жаным. мен деген діңкем құрып тұр ғой. Таңертең 8-де шығып кеткен. Енді келе жатыр. Давай, пока. Вид окна. Вот так выглядит. Шундай кең. Ауасы балалар ойнайтын жері тап-таза. Иіс келіп жатыр, бұнға бала шақшы. Буфеттің иісі келіп жатыр да. Иісі күшті да. Булочканың, компоттың ба? Иә, Балалық шақты еске алып. Красавицам, привет, чиш мой. Уайымдап жатыр кішкене да менің қызым да? Жаным уайымдама. Папаң қолын ұста. Класс. Всем привет, қалайсыздар? Біз бірінші классқа бара жатырмыз. Дочамыз да бірінші классқа апаратыр. Жаным, қадамың құтты болсын. Очкеңді ұмытып кетпіз ға. Папаң мен мамаң өздеріне киіп алып. Дочам шықты. Қалай доча, ұнады ма? Мектеп күшті ме екен? Ощущение как? Жаным, сабағыңды беспен оқисың ба енді? Жаным, красотка. Bilmiyorsun mu?